Келесі есеп 34-ші есеп ені 6 сантиметр, ұзындығы 12 сантиметр болатын төртбұрыштарға қалдықсыз бөлуге болатын квадраттың ең қысқа периметрі қандай болады дейді. Ең алдымен біз мына ені мен ұзындығының ең кіші орта еселігін тауып аламыз. Содан кейін периметрін тауып аламыз. Сол ең кіші орта еселік бізде 6 мен 12-нің арасында, ол бізде 12-ге тең. Өйткені 12 өзіне еселік болады, 6-ға 12 еселік болады, ең кішісі. 12 болатын таптық. Енді осы 12-нің периметр табамыз. Жалпы мынау бізде квадрат қой, квадраттың. И біз айтып тұрық, то что мына квадраттың әрбір қабырғасы тең болады, яғни 12, 12, 12 болады. Сонда осының периметрін табатын болсақ, 2 формуласы 2 көбейтілген, жақсы ішінде а қосылған б. Сонда 2 көбейтілген 24-ге, ол менде 48 сантиметр. Немесе ол менде 4,8 дециметр болады. Б жауабында тұр екен.